Балалардың ішіндегі құрттар. Балалардың ішінде құрттар, мысалы, төсегінде де шығып жатады. Ол 3-4 бала үйде болатын болса, ол бір баланы тазалауға болмайды, түгел тазалауға тура келеді. Өйткені балаларда неге ондай құрт көп болады? Өйткені ол жумай жей саламыз, аузымызды, қолымызды шаймай, аузымызға сала саламыз. Болмаса бірдеңкені жаңағы ойыншығын ұстай салады. Ал паразит бір жағы кішкентай балаларда болуға да керек. Болуға керек дегенім, өйткені оның иммунитеті үлкейіп қалыптасып келе жатыр. Үлкейіп қалыптасып, жасы өскен сайын ол қалыптасу керек. Ол жасы өскенше кішкене қиналады, иммунитет төмендейді. Сондай жағдайда балаларда ішінде құрт болады. Құрттың белгісі қандай десеңіз, бала домалап ұйықтай алмай жатады. Аяғын тепкілей береді, іші ауырады, аппетиті жоқ болады тамаққа. Я болмаса тамақты көп жейтін болады. Көрдіңіз бе? Содан кейін тәттіге құмар болады. Сол балалардың барлығын біз жаңағы ішін тазалап беретін боламыз. Ішін тазалайтын болса, бала осы жерге маған келген балалардың барлығында іші тазарған балалар томпиып әпелем болып қалады. Осы кішкентайынан емделіп, 10-12-13 жасқа дейін емделіп жүргендер бар. Мысалы, соның артында інісі, қарындастарын мамалары әкеліп жүр, солар балалардың. Өйткені алдыңғы бала дұрысталып кеткеннен кейін тәбеті ашылып, рәңі кіріп, ет алып, ішіне құртынан тазалап бергеннен кейін әдемі бола бастайды бала. Тамақты да жаңағы артық ішпей, болмаса ішпей қоймай емес, бір қалыпқа келеді. Сондықтан мамашалардың барлығы балаларын әкеліп отырады. Қазір жаз айларында балалар өте көп. Неге көп десеңіздер, міне жаз айларында олардың құрттары қозатын уақыт. Сондықтан ішінде құрттары бар балаларды маған алып келіңіздер. Тіптен WhatsApp-қа жазып онлайн консультацияда алуға болады. Өйткені 3-4 баланы бірден мысалы басқа қаладан болатын болса, оның бәрін жетектеп келу оңай емес. Сондықтан жаңағы онлайн консультациямен де іштің құртын емдеуге болады.